Еуропада футбол маусымы аяқталуға жақын. Шетелдік лигаларда ойнап жүрген біздің қазақ футболшылары да демалысқа кетіп жатыр. Бірі чемпион атанды, бірі Еврокубокқа жолдама алды. Жас футболшыларымыз шетелде тұрақты ойын тәжірибесін жинап жатыр. Санап көрсем, шетелде ойнап жүрген 24 қазақстандық бар екен. Оның кейбірі туралы сіз естімегенде шығарсыз. Ресейден бастап Испанияға дейін бар. Испанияда бір қызығы қазақстандық 3 футболшы өнер көрсетіп жүр. Бүгін сол шетелдегі қазақстандықтар үшін маусым қалай өткенін айтпақпын. Бұл екінші тайм арнасы, мен Есет Төлеш, кеттік. Жігіттер, алда чемпиондар лигасының финалы келе жатыр. Қызық болжамдарың болса 1x арқылы бәстіге аласыңдар. 2 тайм промокодын жазсаңыздар алғашқы депозитке 200 000 теңгеге дейін бонус беріледі. Сілтемесі төменде болады. Құнықпай ақылмен ойнаңдар. Бақтияр Зайнутдинов Бешикташтағы алғашқы маусымын өткізді. Ең тұрақты ойнаған қазақстандықтардың бірі болды. 37 матчқа қатысты, 1 гол соқты. Конференция лигасының іріктеуінде Динамо Киев қақпасына гол соққан еді. Баға тұрақты ойнады, бірақ позициясы тұрақты емес. Орталық қорғаушы, сол қапталдағы қорғаушы, орталық жартылай қорғаушы, сол қанаттағы жартылай қорғаушы. Чемпионатта 6-шы орын алып қалды. Биылдың өзінде 6 бапкері болды. Енді алда Жозе Мауриньо келу мүмкін деп жатыр. Биыл Баға Бешикташтағы алғашқы трофейін еншіледі. Түркия кубогына қол жеткізген еді. Соның арқасында Еуропа лигасында ойнайтын болды. Оның Бешикташпен келісім шарты 2027 жылы аяқталады. Осы маусымда трофей алған тағы бір отандасымыз Нұралы Әліп. Бұл Нұралының ең сәтті маусымы болды. Жалпы алғанда Зенит сапында 36 матчқа қатысты. Чемпиондық мәселесі шешілген соңғы турларда негізгі құрамға оралды. Биыл Ресей чемпион атанды. Маусым алдында Ресей суперкубогын иеленді. Тағы бір трофей алуы мүмкін. Ресей кубогының финалында Балтикамен кездеседі. Ойын 2-ші маусымда өтеді, яғни 3-ші трофейді де алып қалуы ықтимал. Осылайша Нұралы Зенитте 5 трофей алып үлгерді. Биыл біз Әліпті Манчестер Юнайтедке де жіберіп үлгерген едік. Жақсы маусым болды. Оның Зенитпен келісім шарты келесі жылы жазда аяқталады. Бәлкім Чемпиондар лигасында Еврокубокта ойнайтын басқа командаға ауысып қалар. Абат Айымбетов Адана Демирспорға қыста көшкен еді. Нани, Марио Балаттеллимен бірге ойнайды деп қуандық. Ол кезде Адана жоғарғы жақтарда жүрген болатын. Маусымның 2-ші бөлігінде жеңілістен көз ашпады. Бапкерлерінде ауыстырды. Ақыры Түркия чемпионатын 12-ші орынмен аяқтады. Сөйтсек, Адана футболшылары 5 ай бойы жалақы алмай жүрген екен. Бұл да әсер еткен шығар. Абаттың өзі Түркия суперлигасында 9 ойынға қатысты. Көбіне қосалқы құрамда қалып жүрді. Анталия Спордың қақпасына гол соқты. Айымбетовтың Аданамен келісім шарты 2025 жылы аяқталады. Командадан Нани кетті. Жақында Балаттелли де кетуі әбден мүмкін. Абат мүмкін келесі маусымда негізгі құрамға ілігіп қалар. Артур Шушеначев Хапоэль Беершева сапына 6-шы ақпанда ауысқан. Жалпы алғанда клуб сапында 15 матчқа қатысты, 2 гол соқты. Хапоэль Беершева Израиль чемпионатын 3-ші орынмен аяқтады. Бірақ Артурдың трофей алатын мүмкіндігі бар. Артурдың Хапоэлі Израиль кубогының финалына шықты. Қарсыласы Маккаби Петах Тиква болады. Шушеначев айтпақшы чемпионатта дәл осы Маккабидің қақпасына гол соққан еді. Финал 30-шы мамырға жоспарланған. Бүгінде Артурдың командасы конференция лигасына шығып тұр. Егер кубокты жеңсе, Еуропа лигасының іріктеуінде ойнайды. Лев Скворцов былтыр Химки ойыншысы атанған қосалқы құрам футболшысы. Оның командасы 1-ші лига жеңімпаз атанды. Биыл Ресей премьер-лигасына жолдама алды. Скворцов 1-ші лигада 15 ойынға қатысты, ал Ресей кубогында Динамо Владивосток қақпасына гол соқты. Александр Зуев маусымда сербиялық ИМТ Белград сапында бастаған еді. Ол жақта тұрақты ойнады. Суперлигада 13 матчқа қатысып, 1 нәтижелі пасының авторы атанған, бірақ қаңтарда Ресейге оралды. Арсенал Туланың жейдесін киген еді. 9 матчта 1 гол пасын шығарып берді. Арсенал 1-ші лигада 4-ші орын алды. Енді РПЛда 12-ші орын алған Пари Нижний Новгородпен өтпелі матчтары өткізеді. Жеңсе, Зуевтің де командасы келесі маусымда РПЛда ойнауы ықтимал. 18 жастағы Ильяс Әбіл ақпанда португалиялық Жил Висентеге ауысқан. Дәлірек айтқанда Жил Висентенің дубліне. Қазір ол 19 жасқа дейінгі командалардың чемпионатында ойнап жүр. Өткенде Шавиштің жастар командасына гол соқты. Жил Висенте жастары өз чемпионатының солтүстік конференциясында 5-ші орында келе жатыр.
Порту, Брага секілді топ клубтардың жастарымен ойнайды. Әбіл алдымен дубльге, кейін Жил Висентенің негізгі командасына шыға алады деп үміттенеміз. 18 жастағы Мұхаммед Еңсебаев испаниялық Реал Валладолидтің дубліне ауысты. Таяуда ғана 3 жылдық келісімшарт жасасты. Команда құрамына осы жазда қосылады, келесі маусымнан бастап Валладолид Б ұжымында доп тебеді. Клубтың негізгі акционерлерінің бірі әйгілі бразилиялық Роналдо. Бірақ Роналдо Валладолидті сатқысы келіп жүрген екен. Болашақта қазақстандық футболшы Испанияның сегундасында не Ла Лигасында ойнап қалуы мүмкін. Атыраудың жас қақпашысы Дулат Талысбаев 1 қаңтарда ресми түрде Даниялық Кёге клубының ойыншысы атанған еді. 2-ші дивизионда ойнайды. 18 жастағы Дулат көп алаңға шыға бермейді. Чемпионатта бір ойынның 2-ші таймына ғана шыққан, 2 гол жіберді. Командасы 0-4 есебімен жеңіліп қалды. Кёгенің 19 жасқа дейінгі командасында 2 матч өткізді. Көбіне негізгі команданың қосалқы құрамында отырады. Кёге соңғы матчын 1 маусымда өткізеді. Команда 10-ші орында келе жатыр. Дінмұхамед сайын түркиялық Самсун Спордың 19 жасқа дейінгі командасында ойнайды. 19 жасқа дейінгі командалар чемпионатында Самсун Спор өз тобында 3-ші орын алып, плей-офф кезегіне шықты. Дінмұхамед 4 матчқа қатысты. Қазақстандық тағы бір футболшы Вадим Яковлев молдавалық Белц сапында өнер көрсетеді. Молдова Суперлигасының клубы. 20 жастағы Яковлев чемпионатта 20 матчқа қатысты. Кубокта 5 матчқа алаңға шықты. Суперлигада Спартания қақпасына дубль жасады. Шерифке қарсы 4 матчта да негізгі құрамда болды. Белц өкінішке қарай Еурокубокқа жолдама алған жоқ. Чемпионатта 5-ші орынға табан тіреді. Бір қызық айтайын, Шериф биыл Молдова чемпионы емес, Петрокуб командасы тарихында алғаш рет Молдова чемпион атанды. Акмаль Бахтияров Ресейдің 3-ші дивизионындағы Челябинск командасында ойнап жүр. 13 матчта 2 гол соқты. Қазір өз тобында 4-ші орында келе жатыр, алда 3 матчы қалды. Давид Есімбеков болса ресейлік 1-ші лигадағы Черноморецтің ойыншысы. Осы маусымда 2 минут қана ойнады. Клубы 1-ші лигада 15-ші орын алды. Доминик Балавинцев деген қазақстандық футболшы бар, 19 жаста. Былтыр қыркүйекте чехиялық Лишейн клубының дубліне ауысқан. Лишейн Чехияның 2-ші дивизионында өнер көрсетеді. Балавинцев былтырдан бері Қазақстанның 19 жасқа дейінгі құрамасында өнер көрсетіп жүр. Интернетті ақтарып отырып, шетелде ойнап жүрген, бірақ есімдері жиі айтыла бермейтін футболшыларды тауып алдым. Султан Жансейіт биыл ақпанда Тобылдың дублінен Испаниялық Леганес клубына ауысты. 21 жастағы отандасымыз қазір Леганестің 3-ші командасында ойнап жүр. Менің түсінгенім бойынша Леганес командасы Мадрид өңірлік лигасында ойнайды. Олар осы маусымда 2-ші орын алған. Леганесте тағы бір қазақ бар, Ринат Маратов. Ол Орал тумасы, қазір Леганес Д командасында өнер көрсетеді. Жасы 19-да. Леганестің бұл С және Д командалары халықаралық академияның ұжымы саналады. Георгий Жуков Қазақстан құрамасында ойнамай жүрсе де, Қазақстан төлқұжатынан бас тартқан жоқ. Сондықтан оны да қосуды жөн көрдім. Қазір Қытай Суперлигасындағы Цанчжоу клубында доп тебеді. Қытайда маусым наурызда ғана басталған. Әзірше ештеңе айта алмаймыз. Жуков 8 матчқа қатысты. Жуковты айтқаннан кейін Александр Меркельде де айтуымыз керек қой енді. Ол Біріккен Араб Әмірліктерінде ойнап жүр, хатта клуб деген ұжымда. Былтыр жазда ауысқан еді, Про лигада 10 матч өткізіп 2 гол соқты. Бірақ қаңтардан бері ойнап жүрген жоқ. Неге екенін таба алмадым. Твиттерде де футболшы ештеңе жазбаған. Тек ақпанда президент кубогында 1 матчқа шыққан. Осы жазда ол еркін агент атанады. Беларусь футболына тоқталудың қажеті жоқ деп санадым, себебі оларда чемпионат енді басталып жатыр, көктемде бастауын алған. Әзірше айтатын қызық жоқ, бірақ ол жақта қазақстандық бір қатар футболшы өнер көрсетіп жатыр. Мысалы, Әбинұр Нұрымбет Гомельде ол 1 гол соғып үлгерді. Матвей Герасимов Арсеналда, Денис Митрофанов пен Мирас Кубиев Ислочта ойнайды. Данил Анкудинов Днепр Могилев сапында өнер көрсетіп жүр. Ол Шерифтен жалға келген. Осы маусымнан кейін Шерифке оралады. Ал Оралхан Өміртаев болса Слуцк ұжымында өнер көрсетіп жүр. Биыл ақпанда ауысқан болатын, Беларусь жоғарғы лигасында 1 гол соқты. Сосын Аламгер Смақов Бешикташ академиясына ауысқаны хабарланған еді ғой, естеріңізде болса. Бірақ ол туралы ешқандай ақпарат таппадым.
Трансфермаркетта да ешқандай ақпарат жоқ. Бешикташтың сайтында да 19, 17, 16 жасқа дейінгі командаларын қарап шықтым. Ішінде Смаховтың есімі жоқ. Сондықтан дәл қазір қайда жүргенін шынымды айтсам мен білмеймін. Бүгінге осы. Шетелдегі қай футболшыларымыздың ойындарын тұрақты қарап жүрсіз, пікірге жаза кетіңіз. Видеоны аса лайк басып, каналға жазылуды да ұмытпаңыздар. Мен тапқан қазақстандықтардың бәрі осы. Егер біреулерді ұмытып кетіп жатсам, комментарийге жазыңыздар. Келесіде ескеремін. Осымен сау, саламатта болыңыздар.